Кез келген адамның ішінде құрт болады. Оның көбеюіне жеке бастың тазалығын сақтамау, жеміс-жидектер мен көкөністерді жуып жемеу себеп болады. Ішек құрттардан арылу үшін медицина мамандары түрлі дәрілерді ұсынады. Алайда оның орнына халықтық әдісті қолдансаңыз, нәтижесі жедел әрі пайдасы орасан болады. Бұл әдіс ішекті құрттан ғана емес, шлактан, уыттан, зиянды заттардан да тазалайды. Егер ішек құрттарын тазарса, ағзаның саулығы жақсарады. Жалпы қан айналымы реттеледі, әрі тері тазарады. Ішекте құрттың бар жоғын нәжіс сараптамасы арқылы анықтауға болады. Одан бөлек мына жағдайлар да ішекте құрт бар екенін білдіреді. Іштің жиі қатуы немесе өтуі, ішектің желденіп кебуі, құсу, лоқсу, терінің қоқылдануы, бас ауруы, ұйқысыздық, жиі шаршау, себепсіз жөтелу, салмақ жоғалту, аллергиялық қышыма, түнде тісті қайрау. Ішекті құрттан құтқару үшін алдымен ағзаны шлактан тазалау керек. Ол үшін бір апта бойы тәулігіне 3 рет асқабақ майын ішесіз. Емді тамақтан жарты сағат алдын жүргізу керек. Осыдан соң емді босатсаңыз болады. Емнің тез әрі нәтижелі болу үшін тамақтану мәзіріне де мұқият болғаныңыз абзал. Айталық, сүтке дайындалған ботқа, сүт өнімдері, балғын шырын, қақталған, майлы және тәтті тағамдарды уақытша ұмытасыз. Есесіне таза ауада серуендеп, суды көбірек ішіңіз. Мейлінше балғын көкөністерді жеңіз. Ағзаны дәрумендер мен минералдармен байытқаныңыз жөн. Үй жағдайында мына әдіспен ішек құртын тазалауға болады. 10 дана кішкентай көлемдегі сарымсақты айранмен бірге жұтасыз. Егер сарымсақты ұсақтап жейтін болсаңыз, ол ішекке жетпейді, асқазанда қорытылып кетеді. 1 литрлік банкіге толтырып сарымсақ саласыз. Үстіне 50% спирт құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен 2 аптадан соң дайын болған тұнбаны сүтке араластырып қабылдайсыз. Ол үшін 1 стакан жылы сүтке 10-15 тамшы тұнба жеткілікті. Бұл әдістің құртты түбегейлі жоятынына сенімді болыңыз. Немесе ұсақтап туралған пиязды жарты литрлік банкіге саласыз. Толтырып, арақ құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Банкіні 10 күнге күн тимейтін жерге қою керек. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1-2 ас қасық ішесіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. Ұсақтап туралған пиязды стаканға саласыз, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қоясыз. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан 2 рет ішесіз. Емді 3-4 күн жүргізу керек. Ашытылған қырыққабаттың 100 мг сөлін тамақтан алдын ішесіз. 1 күн бойы 200 грамм ашытылған қырыққабат жеуге әдеттеніңіз. Ашытылған қырыққабатты асқазан, ішек және несеп жолдары ауыратындарға, қан қысымы жоғары жандарға жеуге болмайды. 1 дана апельсинді сығып, шырынын аласыз. Оған 1 ас қасық бал араластырып ішесіз. Емді таңертең және кешке жүргізу керек. Бұл емді әсіресе кішкентай балаларға берсеңіз болады. Ал асқазанында гастрит болса, немесе қышқыл көбейген болса, онда бұл шырынды ішуге болмайды. 100 грамм кептірілген қабықты ыдысқа саласыз, үстіне 1 стакан су құйып, отқа қоясыз. 10 минуттай баяу отта қайнату керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты қасық шай қасықтан күніне 3 рет ішесіз. Ем анар қабығына байланысты.